баспасөз конференциямыз Қытайда қазақ мәселесін көтеріліп жүрген атажұрт еріктілері 4 рет тіркеуге тапсырылған Алматы қалалық әділет департаментіне. Бүгін сол атажұрт еріктілері қоғамдық бірлестік ретінде мемлекеттік тіркеуден өтті. Осы байланыспен осыны жариялау мақсатында осы конференцияны өткізіп отырмыз. Барлық сәйкес келген мемлекеттік органдарға рахмет. Атажұрт еріктілері алдағы жерде Қытайдағы қазақ мәселесін, Қытайда болып жатқан саяси қысымдар, ондағы лагерлер, түрмелер жағдайын әлемдік ақпаратқа көтеру, әлемдік қауымдастықтан көмек сұрау, ондағы қандастарымызға көмектесу. Осы қатарлы бұрыннан жалғастырып келе жатқан жұмысын енді тіпті де биік жоғарғы деңгейде көтереміз деп үміттеніп отырмыз. Бізге осы тіркеу барысында көмектескен адвокат Айман Омароваға үлкен алғысымызды айтамыз. Айман ханым, сізге сөз көзегін берсек, енді заңдық жағынан біраз түсіндіріп берсеңіз, алдағы жұмыстар жайлы, тіркелу жайлы. Сәлеметсіздер ма? Біз енді өзіңіз көріп отырсыздар, біз негізінде сотқа берген болатынбыз. Сот бүгін болды. Сол сотта өзіміздің арызымызды қайтадан алдық. Қайтадан алғанда сотқа сондай арыз жаздық, қарамауды сұрап. Себебі біз сотқа бергенше жаңағы әділеттік департаменті осы атажұрт еріктілерін тіркеп қойған. Сотқа берген кезде ондай болмаған. Сол үшін біз сотқа бердік, сот бастаулардың алдында соны білдік. Сол үшін сондай жағдай болып, сондай жағдайлар өзгергеннен кейін біз сондай арызымызды қайтадан алдық. Негізінде арызында жаңағы тоқтату деген бұйрықты заңсыз деп тануды талап еткенбіз. Ол дұрыс 4 рет болған рас, бұл 4-ші рет регистрация жасамаймыз деп қайта берген құжаттарын. Бірақ қазір атажұрт еріктілері бірлестік қоғамдық бірлестік болып тіркелген. Мы подали заявление в порядке статьи 292 Гражданского процессуального кодекса об оспаривании действий бездействий государственного органа. Мы оспаривали действия департамента юстиции города Алматы о том, что бесконечно возвращаются документы и не регистрируется общественное объединение атажұрт еріктілері. 4-й раз это происходило, все время разные мотивы были. И сегодня был судебный процесс. Мы написали заявление о том, чтобы оставить данное заявление об оспаривании действий государственного органа Департамента юстиции города Алматы без рассмотрения. В связи с чем? В связи с тем, что когда мы подавали, этого не было, вот пока мы подали, пока суд начался, уже Департамент юстиции города Алматы зарегистрировал общественное объединение атажұрт еріктілері. Теперь эта организация официально зарегистрирована. Вот, в принципе, сегодняшняя информация, вот и все. Қайрат өзіңіз айтыңыз. Ассаламалейкум, қазақ елі, қуанышты хабар. Бүгін атажұрт еріктілері заң бойынша тіркелді. Атажұрт еріктілері 2017-тен бастап, Қытай қысымы күшейгеннен бастап көптеген жұмыстар атқарып келе жатыр. Сол жұмыстарын жалғасты атқаратын болады. Қытайдағы жазықсыз ұсталған, сотталған ағайындар және азшылық ұлттар басқада. Сонымен бірге ол жақтағы құқық бұзушылықтар біздің ағайындар туралы және азшылық ұлттар туралы. Және де бір отбасының екіге бөлініп қалуы, осы зардабынан осы жақтағы күнкөріс жағдайының төмендеуі, біздің ағайындардың бір отбасының екіге бөлініп қалған себебінен. Осының барлығында біз араласамыз осы жұмыстарға. Осымен бітті. Сол
Рахмет. Все, спасибо большое Рахмет. за внимание. Жақсы. Нужно выключить. Сейчас